Қайырлы күн, әріптестер. Әлия Серікқызының білім берудегі заманауи әдістер мен технологиялар бойынша 6-шы дәрісімен бөлісті. Мен Төребекова Айнұр, 39-шы Асығата жалпы білім беретін мектептің химия пәні мұғалімімін. Жалпы YouTube каналынан осы Аралбек Берікұлының Жапония мемлекетінің білім беру жүйесіндегі озық әдістері мен тәжірибелері дәрісін қарап шықтым. Бұл жерде Аралбек Берікұлы Жапониядан алынған керемет жайттарға сипаттама берген. Соның ішінде технологиядағы, табиғатындағы кереметтер, білім саласындағы, тазалық, тәрбие саласындағы кереметтерге тоқталып өтті. Енді мен өзім бір түртіп алған нәрселерім ханами, сакура ағашының гүлдеуі осы оқу жылының басына сәйкес келеді екен. Бұл әдемі бір керемет көрініс дейді. Және жапондықтар уақытты өте үнемді бағалайды. Мысал ретінде Шиккансен пойызының өзі өте жылдам жүреді, бірақ жылына ол 36 секундқа кешіп келеді екен. Яғни уақыт өте үнемді пайдаланатын осы жерде көрініп тұр. Әсіресе бала тәрбиесіндегі, бала қауіпсіздігі, бала бақшадағы балдар және бастауыш мектептегі балдардың өзі түрлі ашық түсті телпектерге еді және рандосеру рюкзагын тастамайды дейді. Бұл қауіпсіздік белгісі ретінде, яғни өте қатты қылып жасалған, жеңіл әрі қатты, бала құласа еш жеріне зақым келмейтін қылып жасалынған. Яғни бұл бәрі балады бір рюкзак киіп телпектерін тастамайды еш уақытта балдар дейді. Және тазалық баланың қаны сіңген деп айтсақ болады. Бала бақшадан сыныптың ішіндегі тазалық, парта, өз орнының тазалығы бала өзі сол мектепті бітіріп кеткенше сол өзі тазалайды. Және осы тазалықты өзі жасағаннан кейін қоғамдық орындарды шашпауға тырысады. Яғни еңбекті бағалайды, біреудің еңбегін бағалайды. Тағы да айта кететін жайт, мектептегі оқу күндері, біздің мектептегі оқу күндері мен әжептәуір айырмашылық бар екен. Мысалы, бір жылда бізде 67 күн артық оқиды, 12 жылға салыстырғанда 802 күн артық болып тұр. Және жұмыс уақытысы таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін сол мектептен жұмыс жасап уақыт өткізеді екен. Ал енді неге келетін болсақ, мұғалімдерге келетін болсақ, 60-70% мұғалімдердің ер мұғалімдер дейді. Енді біздерде Аралбек Берікұлы айтып жатыр, үлкен жиналыстарға барғанның өзінде бір 10% ер мұғалімдерді кездестіреміз дейді. Яғни соны салыстырып отыр. Жалпы Жапония мемлекетінің білім беру жүйесіндегі дамығаны алар